Жаңадан 60 мың теңгелік банкнот шығыпты. Осыған қатысты видеоны көргенде шығарсыздар. Әлеуметтік желіде бірнеше айдан бері тырнақша ішінде жаңа банкноттың видеосы тарап жатыр. Видео авторы бұл ақшаны қайтарым ретінде алғанын айтады. Жаңа банкнот туралы ақпарат қаншалықты рас? Ұлттық банк не дейді? Бірге тексерейік. Міне, мынау желіде тараған видеоның скриншоты. Алайда жаңадан 60 мың теңгелік банкнот шықты деп айтуға ерте. Себебі ұлттық банк баспасөз қызметі Тенгринюс KZ редакциясына берген мәлімдемесінде айналымда 60 мың теңгелік банкнот пайда болды деген ақпаратты жоққа шығарды. Сонымен қатар, ұлттық банк ең жоғары номиналды банкноттың 20 мың теңге екенін ескертті. Жалпы, ұлттық банктың атын жамылып, фейк тарататындар өте көп. Бұған дейін де банк баспасөз қызметі біраз ескертулер жасады. Мысалға, қазіргі таңда банк атын жамылып, қоңырау шалатын алаяқтар жайлы жалған 30 ойындар және тағы басқа бла-бла-бла дегендер секілді көп. Сіздерге айтар кеңесіміз, желіде тараған ақпаратқа сыни көзбен қарап, фейкке алданбаңыздар. Каналға жазылып, видеоны бөлісіп, лайк пен пікірді аямаңыздар. Келесі кездескенше.